Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 90-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны да басып жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамыздан 3-ші, 4-ші сыныптардың математика сабақтарын қарап, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер, әдебиет. Сен құрылымы күрделі теңдеулерді шешетін боласың және теңдеудің көмегімен есеп шығарасың. Енді балалар, ең бірінші бізде нөмір бірінші есеп. Өзара байланысты үш санды тап дейді. Сонда сен жазушының аты жөнін, оның шығармасын және қандай жанр екенін білетін боласың дейді. Бұл жерде балалар бізде суреттерді көріп тұрғандай Бердібек Соқпақбаев, ағайынды Гриммдер және Крылов бейнеленген, және де оның қасында олардың шығармалары көрсетілген екен. Мысалы, бірінші бізде менің атым Қожа, одан кейін Бремен музыканттары, одан кейін квартет деген шығармалары бейнеленген. Енді балалар, бұл жерде біз қайсысы кімнің шығармасы екенін және қандай жанрда жазылғанын білу үшін біз өзара байланысқан үш санды табуымыз керекпіз. Ол үшін не істейміз? Балалар, мысалы, бізде балалар Бердібек Соқпақбаевта бізде 63 деген сан тұр. Ағайынды Гриммдерде 30, Крыловта 32, менің атым Қожа 9, Бремен музыканттары 5, квартет 4 деп тұр. Ал енді балалар, астында бізде жанрлар бейнеленген. Мысалы, бізде ең бірінші мысал дегеніміз ол бізде шығарманың жанры екен. Мысал, бізде 8 дегенге тең болады екен. Повесть 7-ге, ал ертегі 6-ға тең болады екен. Енді осы есепті қалай шығаратынымызды қарай қояйық. Бірінші бізде балалар 63-ті біз 9-ға бөледі екенбіз. Яғни екеуі бір-бірімен байланысты. 63 9-ға ғана бөлініп тұр. Мына жердегі 5-ке 4-ке бөлінбейді. Сондықтан біз 9-ға бөлеміз. Енді 63-ті 9-ға бөлген кезде бізде 7 деген сан шығады. Яғни балалар, Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы, яғни менің атым Қожа деген шығармасы, ол повесть жанрында жазылған екен. Келесі бізде балалар ағайынды Гриммдер. Ол бізде 30 деген сан. Ол бізде балалар 5 санымен сәйкес келеді екен. Яғни 5 санына бөліне алады екен. Енді, яғни бұл жерде бізде ағайынды Гриммдер Бремен музыканттары шығармасын жазған екен. Бұл бізде қандай жанрда жазылған білу үшін біз 30-ды 5-ке бөлдік, сонда бізде 6 деген сан шықты. Енді балалар, бұл жерде бізде 6 ертегі болып тұр. Сондықтан бізде ертегі болады екен. Келесі бізде балалар Крыловтікі 32 деген сан. Оған бізге балалар 4 саны сәйкес келеді екен. Яғни квартет шығармасы. Оны біз 32-ні 4-ке бөлген кезде, яғни бізде 8 деген сан шығады. Сол кезде бізде балалар, бұл шығарманың жанры бізде мысал екен. Балалар, яғни осылай біз дәптерге көшіріп жазып алайық балалар. Енді келесі бізде балалар нөмір 2-ші есеп, теңдеулерді шеш, тексеруді орында дейді. Бұл жерде балалар бізде 3 теңдеу берілген екен. Сол теңдеулерді шығарайық. Бірінші бізде балалар x бөлінген, жақша ішінде 75 бөлінген 5, жақша жабылған тең 60. Енді балалар, бұл жерде біз бірінші теңдеуді шығару үшін былай істейміз. X бөлінген, біз жақшаны ашып аламыз. Бірінші 75-ті 5-ке бөлгенде бізде 15 деген сан шығады екен балалар. Енді балалар, бізде бұл жерде x-тің орнын табу үшін біз осы 60-ты, яғни мына тұрған 60-ты біз 15-ке көбейтеді екенбіз. 15-ті 60-қа көбейтеміз. Яғни 60-ты 15-ке көбейткенде бізде x-тің мәні 900 деген санға тең болады екен. Енді балалар, бұл жерде тексеруді орындау үшін біз мына тұрған x-тің орнына 900-ді қойып көшіріп жазамыз. Яғни 900 бөлінген, жақша ішінде 75 бөлінген 5 болады. 900, яғни 75-ті 5-ке бөлгенде бізде балалар 15 шығады. 900-ді 15-ке бөлсек, бізде 60 деген сан шығады екен балалар. Яғни бұл есеп, бұл теңдеу бізде дұрыс шықты. Келесі бізде балалар 15 көбейтілген 3 бөлінген x тең 9. Бұл жерде балалар біз яғни 15-ті 3-ке көбейтіп аламыз. Яғни 45 бөлінген x тең 9 болады екен. Енді бұл жерде балалар x-тің мәнін табу үшін біз бұл жерде мына тұрған 45-ті мына 9-ға бөледі екенбіз. Сонда бізде балалар x-тің жауабы 5-ке тең болады екен. Енді балалар, осы 5 деген санды мына біз мына тұрған x-тің орнына қойып көшіріп жазамыз. Тексеру үшін. Яғни балалар, бұл жерде былай болады. 15 көбейтілген 3 бөлінген 5
тең 9-ға тең болады екен. Яғни бұл теңдеу де бізде дұрыс шықты деген сөз. Енді келесі бізде балалар үшінші теңдеу к қосылған 120 бөлінген 4 тең 500. Бұл жерде балалар бізде бұл жерде де бірінші қысқартып аламыз, яғни теңдеуді қысқарту үшін 120-ны 4-ке бөліп аламыз. Яғни к қосылған 30 тең 500 болады екен. Енді бұл жерде де балалар к-ның жауабын табу үшін, яғни орнын табу үшін бізде балалар 500-ді 30-дан азайтады екенбіз. Сонда бізде балалар к-ның жауабы 470-ке тең болады. Яғни 500-ден 30 азайтқанда бізде 470 деген сан шығады екен балалар. Енді балалар бұл жерде біз тексеру үшін к-ның орнына мына тұрған 470 деген санды қоямыз. Сонда бізде 470 қосылған 120 бөлінген 4 тең 500 болады екен. Яғни 120-ны 4-ке бөлгенде 30 шығады. 470-ке 30-ды қоссақ, бізде 500 деген сан шығады екен балалар. Енді балалар бізде келесі үшінші есеп, кесте бойынша өрнектер құр және жаз дейді. Олардың мәнін тап дейді. Яғни балалар бұл жерде бізде қосылғыш 301 көбейтілген 2, оның қосылғышы 230 деп тұр. Яғни екінші қосылғыш 230 дейді. Оның балалар біз мәнін табуымыз керек екен. Яғни балалар мысалға біріншісін мен сендерге мысал ретінде көрсетейін. Біріншісі мысалы жақша ішінде 301 көбейтілген 2 жақша жабылған, қосылған 230. Енді 301-ді 2-ке көбейткенде бізде балалар 602 шығады. 602-ке 230-ды қоссақ, бізде 832 деген сан шығады екен, балалар. Енді келесі бізде балалар 35 көбейтілген 0, жақша ішінде қосылған 404 бөлінген 4. Яғни балалар бұл жерде бізде қосылғыш 35 көбейтілген 0 деп тұр. Одан кейінгі екінші қосылғыш 404 бөлінген 4 деп тұр екен, балалар. Енді 35-ті біз 0-ге көбейтсек бізде 0 шығады. Оған 404 қосамыз, 404-ті 4-ке бөлгенде бізде 101 шығады екен. Енді балалар 0-ге 101-ді қосатын болсақ, бізде 101 деген сан шығады екен. Енді үшінші бізде балалар келесі 960 қосылғыш, оның қосылғышы 560 бөлінген 80 екен. Осы есепті шығарайық. Енді бұл жерде балалар бұл есеп бұлай шығады екен. Яғни балалар 960 қосылған жақшаның ішінде 560 бөлінген 80. Енді балалар 960 қосылғанды өзім жазып аламыз. Одан кейін 560-ты 80-ге бөлсек, бізде 7 деген сан шығады екен. 960-қа 7-ні қоссақ, 967 деген сан шығады екен. Келесі бізде балалар төртінші өрнек құрастыру үшін бізде балалар бірінші қосылғыш 75 бөлінген 1, одан кейінгі қосылғыш 75 бөлінген 3 деп тұр екен. Енді бұны шығару үшін мынандай өрнек құрастырады екенбіз. Жақша ішінде 75 бөлінген 1 жақша жабылған, қосылған. Жақша ішінде 75 бөлінген 3 жақша жабылған. Енді балалар бұл жерде біз мына бірінші жақшаның ішіндегі есепті шығарып аламыз. Яғни 75 бөлінген 1-ді шығарып аламыз. 75-ті біз 1-ге бөлетін болсақ, 75 шығады екен. Оған қосамыз, қосу белгісін қоямыз. Одан кейін 75-ті 3-ке бөлгенде бізде 25 деген сан шығады екен. Енді 75-ке 25-ті қосатын болсақ, бізде балалар 100 деген сан шығады екен. Балалар, осылай есепті жазып қоямыз. Бұл бізде балалар үшінші есептің А есебі. Келесі А есебіне көшейік. А есебінде бізде балалар азайғыш 740, азайтқыш 78 бөлінген 39. Яғни балалар біз бірінші А есебінде қосылғышты шығарсақ, А есебінде азайғыштарды шығаратын боламыз. Яғни азайтқыш деп тұрса, бұл жерде біз бір-бірінен азайтамыз. Яғни 740-тан азайтамыз. Жақшаның ішінде азайтқыш бізде 78 бөлінген 39 болатын. Яғни жақшаның ішінде жазып аламыз. Енді бұл есеп шығару үшін 740 азайтылған деп жазамыз. Жақшаның ішіндегі бірінші орындалады. Яғни 78-ді 39-ға бөлетін болсақ, 2 шығады екен. Енді 740-тан 2-ні азайтсақ, бізде 738 деген сан шығады екен. Келесі екіншісі бізде балалар азайғыш 2 көбейтілген 402, азайтқыш 201 екен. Яғни балалар жақшаның ішіне 2 көбейтілген 402 азайғышты жазып аламыз. Азайтқыш, яғни азайту 201 болады екен. Тең 2-ні 402-ке көбейткенде 804 болады. Одан 201-ді азайтатын болсақ, 603 деген сан шығады екен. Келесі бізде балалар үшінші азайғыш 900 бөлінген 3 екен, азайтқыш 5 көбейтілген 11 екен. Енді бұл жерде балалар
бұл өрнек былай шығады екен. Жақшаның ішінде 900 бөлінген 3 жақша жабылған, азайтылған. Жақшаның ішінде 5-ті 11-ге көбейтеді екенбіз, иә? Тең болады 900-ді 3-ке бөлсек, біз балалар 300 шығады екен. Енді азайтамыз, 5-ті 11-ге көбейтсек, бізде 55 деген сан шығады екен. Енді балалар 300-ден 55-ті азайтқанда бізде 245 деген сан шығады екен. Келесі бізде балалар 4-ші өрнек шығару үшін біз азайғыш 23 көбейтілген 1-ден азайтамыз. Азайтқыш 98 азайтылған бөлінген 98, 98 бөлінген 98-ді. Енді балалар бұл өрнек былай жазылады. Жақша ішінде 23 көбейтілген 1 жақша жабылған, азайтылған жақша ішінде 98 бөлінген 98. Тең болады. Балалар, біз 23-ті 1-ге көбейтсек, 23-тің өзі шығады екен. Қандай да бір санды 1-ге көбейтетін болсақ, сол санның өзі шығады, иә? Одан азайтамыз 98 бөлінген 98-ді. 98-ді ішінде 98 бізде балалар 1 рет бар, яғни бөлген кезде 1 шығады екен. 23-тен 1-ді азайтамыз, бізде 22 деген сан шығады екен. Бұл есеп бізде дәл осылай шығады, балалар. Енді келесі бізде балалар 3-ші есептің Б есебі, 2 және 3 амалмен орындалатын өрнектер құрастыр дейді. Бұл жерде балалар, яғни бізде бірнеше амалмен орындалатын өрнектерді құрастыруымыз керек екен. Мысалға балалар, біріншісі бізде жақша ішінде 11 көбейтілген 5 жақша жабылған, қосылған 945 болады екен, Яғни балалар, бұл жерде бізде бұл өрнек 2 амалмен орындалады екен. Себебі 11-ді 5-ке көбейтеміз бірінші, одан кейін 945-ке қосады екенбіз. Бірінші 11-ді 5-ке көбейтеміз, бұл бізде бірінші амал екен. 11-ді 5-ке көбейткенде бізде 55 шығады, оған 945-ті қосамыз, бұл бізде екінші амалға жатады екен, балалар. Енді 55-ке 945-ті қосқанда бізде 1000 деген сан шығады екен, Келесі бізде балалар, екінші өрнек, жақша ішінде 20 бөлінген 2, жақша жабылған қосылған, жақша ішінде 70 көбейтілген 7 болады. Тең, балалар, бұл жерде бізде өрнек 3 амалмен орындалады екен. Яғни балалар, 20-ны 2-ке бөлеміз бірінші, бұл бізде бірінші амал екен, 20-ны 2-ке бөлгенде бізде 10 шығады екен. Оған қосамыз, 70-ті 7-ге көбейткенде бізде балалар 490 шығады екен. Бұл бізде балалар мынау екінші амалға жатады екен. Енді 10-ды 490-ға қосу, яғни мына қосу амалы бізде үшінші амалға жатады екен. Сонда бізде балалар бұл өрнек 3 амалмен орындалып тұр. Яғни 10-ға 490-ды қосамыз, сонда үшінші амалы бізде 500 шығады екен. Бұл өрнектің мәні сонда 500 екен. Келесі бізде балалар, үшінші 2 амалмен шығарылатын есеп, бұл жерде 950 азайтылған 450 бөлінген 3. Бұл жерде балалар, жақшаның ішіндегі бірінші орындалады, яғни 450-ді 3-ке бөлеміз. Бұл бізде бірінші амал екен. Енді бұл жерде балалар 950 азайту алдында тұрғандықтан бірінші 950 азайту деп жазып аламыз. Одан кейін 450-ді 3-ке бөлгенде бізде 150 шығады екен. Енді 950-ден 150-ді азайтамыз. Бұл бізде уже екінші амалға жатады, балалар. 950-ден 150-ді азайтқанда бізде 800 деген сан шығады екен, балалар. Келесі бізде балалар 4-ші есеп теңдеулерді шеш дейді. Бұл жерде бізде 3 теңдеу берілген екен. Біріншісі А бөлінген 15 тең 54 бөлінген 6 көбейтілген 3 дейді, Яғни 6 көбейтілген 3 бізде жақшаның ішінде жазылып тұр екен. Енді бірінші осы берілген жазып аламыз, енді теңдеуді шығарайық. Ол үшін балалар біз А бөлінген 15 дейміз, жақшаның ішіндегіні ашып аламыз, яғни 54 бөлінген 6-ны 3-ке көбейтеміз 18, 54 бөлінген 18 болады екен. Енді балалар, келесі А бөлінген 15, біз 54-ті де 18-ге бөле аламыз. 54-ті 18-ге бөлгенде бізде 3 деген сан шығады екен, балалар. Енді балалар, бұл жерде А-ның жауабын табу үшін, яғни А-ның қанша екенін білу үшін біз 15-ті 3-ке көбейтеді екенбіз, яғни сонда бізде А-ның жауабы А 45-ке тең болады екен. Енді балалар, 45 деген санды мына тұрған А-ның орнына қойып жазып көрейік, яғни жауабымыз дұрыс па, дұрыс емес пе? Яғни 45 бөлінген 15 болады, тең 54 бөлінген жақша ішінде 6 көбейтілген 3. Яғни балалар, бұл есеп бізде дұрыс болады, себебі екі жағы да 3-ке тең екен. Яғни 45-ті 15-ке бөлсек 3 болады, екінші жағында 63-ке бөлсек 18, 54-ті 18-ке бөлгенде бізде 3 деген сан шығады екен.
Енді келесі бізде балалар 55 көбейтілген x қосылған 710 тең 820 болады екен. Енді балалар, бұл есепті шығару үшін бізде x-тің мәнін табуымыз керек қой. Бұл есепті былай шығарады екенбіз. 55 көбейтілген x болады. Мына тұрған 710 балалар екінші жаққа, яғни теңнің ар жағына өтіп кетеді. Сонда бізде 820 азайтылған 710 болады. Яғни екеуін бір-бірінен азайтып тастаймыз, иә? Сонда бізде балалар 55 көбейтілген x 820-дан 710-ды азайтқанда бізде 110 деген сан қалады екен. Енді балалар, бұл жерде біз x-тің мәнін табу үшін біз 110-ды 55-ке бөледі екенбіз. 110-ды 55-ке бөлгенде бізде балалар 2 деген сан шығады екен. Яғни балалар x-тің жауабы бізде 2-ге тең екен. Енді балалар, бұл есеп дұрыс шықты ма, яғни теңдеу дұрыс шықты ма, тексеріп көрейік, иә? Яғни балалар, біз мына x-тің орнына 2-ні қойып жазамыз, иә? Яғни 55 көбейтілген 2 қосылған 710 тең 820 дейді. 55-ті 2-ке көбейтсек 110 болады, 110-ға 710-ды қоссақ 820 шығады екен, иә? Яғни бұл теңдеу бізде дұрыс шықты деген сөз екен балалар. Енді келесі бізде балалар үшінші теңдеу. 300 азайтылған x тең 42 көбейтілген 2 қосылған 50 дейді. Яғни балалар, бұл есепті бірінші шығару үшін біз балалар былай жазып аламыз. 300 азайтылған x, 42-ні 2-ке көбейтсеміз бізде 84, оған 50-ді қосамыз. Енді балалар, бұл жерде 84 пен 50 де бір-біріне қосыла алады, иә? Яғни 300 азайтылған x тең 84-ті 50-ге қосқанда 134 деп осылайынан балалар жазып аламыз, иә? Енді балалар, бұл жерде x-тің мәнін табу үшін біз x тең мына 300-ден, мына тұрған 300-ден мына 134-ті азайтып тастаймыз, иә? Сонда балалар, 300-ден 134-ті азайтқанда бізде x-тің мәні 166-ға тең болады екен балалар. Енді бұл есеп бізде дұрыс па, бұрыс па, соны білу үшін біз балалар мына тұрған x-тің орнына 166-ны, яғни x-тің мәнін қойып жазып көрейік. Яғни балалар, 300 азайтылған 166 тең 42 көбейтілген 2 қосылған 50 дейді. Бізде балалар 300-ден 166-ны азайтқанда 134 болады, иә? 42-ні 2-ке көбейткенде 84, екінші жағында 84-ке 50-ді қосқанда 134 болады. Яғни балалар, бізде екі жағы да тең деген сөз екен. Келесі бізде балалар 5-ші есеп. Көбейтіндіні көбейткіштердің квадратына немесе кубына ауыстыр. Өрнектердің мәнін есепте дейді. Яғни балалар, бұл жерде квадрат пен кубқа байланысты бізде есептер берілген екен. Яғни балалар, бізде мысалы 7 көбейтілген 7 дейтін болсақ, бізде балалар, бұл бізде 7-нің квадраты дегенді білдіреді. 7-нің квадраты бізде 49-ға тең болады екен. Келесі 8 көбейтілген 8, бұл бізде 8-нің квадраты деген сөз екен. 8-нің квадраты бізде балалар 64 деген санға тең болады екен. Үшінші бізде балалар 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2. Яғни балалар, 2 санын бір-біріне 3 рет көбейтіп тұр. Яғни 2-нің кубы деген сөз. Яғни 2-нің кубы бізде 8-ге тең болады екен балалар. Келесі бізде балалар 4 көбейтілген 4. Бұл бізде балалар 4-тің квадраты дегенді білдіреді екен. 4-тің квадраты бізде 16 деген санға тең екен. Келесі 5-ші бізде балалар 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Бұл жерде балалар 3 сан бір-біріне 3 рет көбейтіп тұр. Яғни 3-тің кубы дегенді білдіреді. Яғни 3-тің кубы бізде 27 деген санға тең болады екен. Келесі соңғы 6-шы бізде балалар 9 көбейтілген 9. 9-ды 9-ға көбейту, бұл бізде балалар 9-дың квадраты дегенді білдіреді екен. 9-дың квадраты бізде балалар 81-ге тең болады екен балалар. Осылай балалар, дәптерімізге көшіріп әдемілеп жазып қойайық. Келесі бізде балалар нөмір 6-шы есеп. Бөліндінің мәні мен қалдықты тап дейді. Яғни балалар, бізде бөлінгіш пен бөлгіштер берілген. Бұл жерде енді бізде балалар бөліндінің мәні мен қалдығын табу керек екенбіз. Мысалы балалар, 59 бөлінген 6 деп жазамыз. 59 бөлінген 6 бізде 9-ға тең екен. Бұл жерде қалдық 5 екен. 9-ды 6-ға көбейткенде бізде балалар 54 шығады. Оған қалдық 5-ін қосқанда 59 шығады. Өстіп балалар тексерсеңдер болады. Келесі 23 бөлінгіш бөлгіш 4. 23-ті 4-ке бөлеміз бізде. Балалар, 23-тің ішінде 4 бізде 5 рет бар екен. Сол себепті 5-ке тең болады. Ал қалдық 3 болады екен. Келесі бөлінгіш 47 бөлгіш 5. Бұл жерде балалар, бөліндінің мәні бізде 9-ға тең болады екен. Қалдық 2 қалады екен балалар. Келесі бізде бөлінгіш 70 бөлгіш 9 екен.
Енді балалар 70-ті 9-ға бөлгенде бізде 7 шығады, иә, бөліндінің мәні. Бұл жерде қалдық 7 болады екен балалар. Енді келесі бізде балалар 5-ші бөлінгіш 30, бөлгіш 4 дейді, иә. Енді балалар бұл жерде 30-ды 4-ке бөлгенде 7 шығады екен, қалдық 2 екен. Яғни 7-ні 4-ке көбейткенде 28, 28-ге қалдық 2-ні қосқанда 30 саны шығады екен, иә. Енді келесі соңғы бізде 6-шы балалар бөлінгіш 5, бөлгіш 8 екен, иә. Енді балалар бұл жерде 5-ті 8-ге бөлгенде бізде теңі, яғни бөліндінің мәні 0-ге тең болады, себебі 5-тің ішінде 8 0 рет бар, яғни жоқ деген сөз. Сонда бізде балалар қалдық 5 болады екен, балалар. Бұл есеп бізде балалар осылай шығады. Енді келесі бізде балалар 7-ші есеп. Есепті теңдеудің көмегімен шығар дейді, яғни бірінші бізде А есебі. Кітаптың 60 беті бар. Оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды дейді. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды дейді. Яғни балалар, бұл жерде біз бұл есепті біз теңдеу ретінде шығаруымыз керек екен. Мысалы, бізде былай баста дейді. Оқушы X бетті оқыды дейік, онда деп тұр, теңдеу құрастырамын дейді. Яғни балалар, біз берілген жазатын болсақ, бұл жерде балалар барлығы 60 бет, оқыды ол X бет, яғни белгісіз, оқылмаған 15 беті бар екен. Енді балалар бізде шешуін жазатын болсақ, бұл жерде балалар былай жазамыз. Теңдеу былай құрылады бізде. 60 азайтылған X тең 15, Енді бұл жерде біз оқыған бетін табу үшін біз, яғни X-ті табу үшін 60-тан, мына 60-тан 15-ті азайтады екен біз, Сонда балалар 60-тан 15 азайтқанда бізде 45 деген сан қалады екен. Яғни балалар ол 45 бетін оқыған болады екен, балалар. Енді бұл есепті тексерек. Мына X-тің орнына 45 сан қоямыз. 60 азайтылған 45 тең 15-ке тең болады екен. Яғни балалар ол 45 бір кітаптың 45 бетін оқыған болып шығады екен. Енді балалар бізде келесі А есебі, оқу залында 17 оқушы бар дейді. Тағы бірнеше оқушы келгеннен кейін барлығы 31 оқушы болды дейді. Оқу залына неше бала келді дейді. Яғни балалар, X дегеніміз, яғни теңдеу ретінде шығару үшін біз X-ті оқу залына келген оқушылардың саны деп алады екенбіз, Енді бірінші берілген жазып алайық. Оқу залында 17 оқушы, барлығы бізде 31 оқушы бар, келгендер саны X деп аламыз, яғни осылай біз теңдеу құрастырамыз енді. Енді балалар, бұл жерде шешуінде мынандай теңдеу құрастырсақ болады. X қосылған 17 тең 31. Енді балалар, біз бұл жерде келгендердің санын, яғни X-ті табу үшін біз мына тұрған 31-ден 17-ні азайтамыз, 31-ден 17-ні азайтқанда бізде X 14-ке тең болады екен. Яғни балалар, енді есепті тексерейік. 14, яғни X-тің орнына мына 14-ті қоямыз, сонда 14 қосылған 17 тең 31-ге тең болады екен. Яғни балалар, бізде келгендер саны 14-ке тең болады екен балалар. Бұл есеп бізде дәл осылай шығады. Дәптерлеріңе қатесіз әдемілеп көшіріп жазып алыңдар. Келесі бізде балалар 8-ші есеп. Тура теңдік шығу үшін қажетті жеріне арифметикалық амалдар мен жақшалар қой дейді. Яғни балалар, мына жерде көріп тұрғандарында бізде 9 есеп берілген. Олардың арифметикалық амалдары, яғни қосу, азайту, бөлу, көбейту сияқты амалдары және де жақшалары түсіп қалған екен, Соларды қойып біз дәптерімізге жазуымыз керекпіз. Біріншісі бізде балалар былай болады. 5 қосылған жақша ішінде 3 көбейтілген 4 болады. Енді тең 5 қосылған 3-ті 4-ке көбейткенде 12 болады. 5-ке 12-ні қоссақ бізде 17 шығады. Екіншісі 8, 2, 7 тең 17 дейді. Бұл жерде балалар, жақша ішінде 8 қосылған 2, жақша жабылған, қосылған 7 болады. Тең 8-ге 2-ні қоссақ 10, 10-ға 7-ні қоссақ бізде 17 деген сан шығады екен, Келесі бізде балалар 20, 5, 6 деген сандар берілген, олар 24-ке тең дейді. Яғни балалар, жақша ішінде 20 бөлінген 5, жақша жабылған көбейтілген 6. Тең 20-ны біз 5-ке бөлсек, бізде 4 деген сан шығады, 4-ті 6-ға көбейткенде 24 деген сан шығады екен. Бұл есеп осылай шығады. Келесі бізде 12, 3, 4, ол бізде 11-ге тең деп тұр. Енді балалар, бұл жерде бұл есеп былай шығады. Жақша ішінде 12 қосылған 3, жақша жабылған, азайтылған 4. Тең болады. 12-ні 3-ке қоссақ,
15 болады. 15-тен 4 азайтқанда бізде 11 деген сан шығып тұр екен, иә. Енді келесі бізде 18, 6, 2 тең 5-ке дейді. Бұл есеп былай шығады. Жақша ішінде 18 бөлінген 6, жақша жабылған, қосылған 2. Енді тең 18 6-ға бөлгенде бізде 3 деген сан шығады. 3-ке 2-ні қосқанда бізде 5 деген сан шығады екен, балалар. Енді келесі бізде балалар 5, 8, 4 дейді, тең 52-ге дейді. Бұл жерде балалар жақша ішінде 5 қосылған 8 жақша жабылған, көбейтілген 4 болады, иә. Тең 5-ке 8-ді қоссақ 13 деген сан шығады. 13-ті 4-ке көбейткенде бізде 52 шығып тұр екен, балалар. Енді келесі бізде балалар, жетіншісі 33, 7 дейді, иә, тең болады 9 дейді. Бұл жерде балалар 30 азайтылған жақша ішінде 3 көбейтілген 7 жақша жабылған тең болады. 30-дан азайтамыз, 3-ті 7-ге көбейткенде бізде 21 шығады, иә. 30-дан 21-ді азайтсақ, бізде 9 деген сан шығып тұр екен, иә, балалар. Енді келесі бізде балалар 14, 7, 2 тең бізде 4-ке дейді. Бұл жерде балалар амалдары мен жақшаларын қоятын болсақ, мынандай былай шығады екен. Жақша ашылған, 14 бөлінген 7 жақша жабылған, қосылған 2 тең болады. 14-ті 7-ге бөлсек 2 болады. 2-ге 2-ні қоссақ, бізде 4 деген сан шығады екен. Енді келесі бізде балалар соңғы 2, 9, 3 тең болады 8 дейді, иә, балалар. Бұл жерде балалар былай болады. 2 қосылған, жақша ішінде 9 азайтылған 3 жақша жабылған. Тең болады 2 қосылған. 9-дан 3-ті азайтсақ 6 болады. 2-ке 6-ны қоссақ, бізде 8 деген сан шығады екен, балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар математиканың 3-4 сыныптарының барлық сабақтарын қарап, үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар, балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.